5-қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі. Бұған дейін 1998 жылдың 20 қаңтарынан бастап 22 қыркүйекте атап өтілетін мереке 2017 жылғы үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Республикасында мереке күндер тізбесін бекіту туралы қаулысымен 5 қыркүйекке ауыстырылған. Аталу датаның өзгеру себебі ұлтының сақталуында жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деген ұлағатты сөз қалдырған қазақ халқының тағдыры мен тілі үшін күрескен алаш арысы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен байланысты. Бүгін барша қазақстандық қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымның туған күнінде тілдер мерекесін тойлайды. Жалпы халықтық атаулы датаны туғанына 150 жыл толған ахаңның мерейтойына орайластыруында үлкен мән бар. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, қазақтың ақыны, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Ол қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби жасап, жаңа емле, төте жазу, араб графикасы сынды жаңа үлгі ұсынған реформатор. Алаш қайраткері, тіл білімінің атасы, ұлт ұстазы, ағартушы Ахмет Байтұрсынұлы. Ұлт ұстазы атанған алаш арысы 1972 жылы 5 қыркүйекте Қостанай округы Торғай уезі Тосын болысының 5 ауылына қарасты Сартыбек елді мекенінде дәулетті отбасында дүниеге келген. Замана алыбына Сәкен Сейфуллин өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет еді деп баға берген. Тәуелсіздік тарихының алтын бесігі саналатын Алматы шаһарында ахаңнан қалған қара шаңырақ бүгін музей ретінде жұмыс істеп тұр. Әйткенмен асылдың көзі болған музей айналасында дау шиыры қалың. Мемлекет қамқорлығынан сырт қалып қойған тарихи мекен жекешелендіру құрбаны болуы ықтимал. Бұл мәселені Ахмет танушылар, музей директоры, өзге де қоғам белсенділері бақ беттерінде талмай үздіксіз көтеріп келеді. Әзірге нәтиже жоқ. 150 жылдық мерейтойы қарсаңында билік мемлекеттік тілін реформалаған феномен тұлғасына қарайласып, көзіндей қадірлі мұраның үдесінен шыға алмаса, қоғамға да өзіне де зор сын болмақ. 5 қыркүйек ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Дәл осы күні елімізде тілдердің 10 күндігі атап өтіледі. Осы аралықта ауданымызда тіл саясатын дамыту үшін бірқатар іс-шаралар жолға қойылған. Сейсенбі күні аудан әкімдігінде тілдер 10 күндігінің ашылу салтанаты өтті. Оған аудан әкімінің орынбасары Мәрия Жекебатырова арнайы қатысып, жиылған жұртты құттықтады. Құрметті жарқайындықтар, қадірлі тіл жанашырлары, Жарқайың ауданының әкімі Жанболат Хамиденұлының атынан сіздерді Қазақстан халқы тілдері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тіл қасиетті ұғым, ұлтымыздың ұлы қазынасы, халқымыздың рухани қуатының негізі. Ұлттық сананы қалыптастыру жолында тілдің атқарар рөлі өте маңызды. Бүгінгі мереке тату тәтті шаңырақ астындағы жерлестерімізді бір арнаға қосатын игі іс-шаралардың бастауы. Сондықтан елдік пен бірлік мерекесі баршамызға құтты болсын. Шара барысында ішкі саясат, спорт, мәдениет, тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Азамат Баймулдинов, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы Назира Ашпанова, Жарқайың ауданының тілдерді оқыту орталығының ағылшын курсының тыңдаушысы Ләззат Пайызова және тілдерді оқыту орталығының тыңдаушылары сөз сөйледі. Мектепке дейін мекемелерін білім алып жатқан бүлдіршіндердің саны 643 адам. Мемлекеттік органдардың қазақ тілін шығатын қағаздардың үлесі 2023 жылдың 9 айы бойынша 100% құрады. Жиында аудан өнерпаздары күй шертіп, Самат Қамбаров ауылым деп ән шырқады.
жол жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім мелдеп елжіреп. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты, күйбен тірліктің дүрбен шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқымдай долар, қарамай долар бар жоққа. Ауылым жайлы, бабырым жайлы жыр жазам. Сүйеніп тұрып, анам Елімізде 5 қыркүйек сағат 11:00-де тілдердің 10 күндігі мен Ахмет Байтұрсынұлының туған күнінде жалпы халықтық диктант жазу дәстүрге айналған. Дәл осы күні аудан әкімдігінің мәжіліс залында аудан әкімінің орынбасары Мәрия Жекебатырова бастап, қала әкімінің міндетін атқарушы, мемлекеттік мекемелердің мамандары, әлеуметтік сала қызметкерлері Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдығына орай диктант жазды. Олар Мағжан Жұмабаевтың өмірбаянын ақпаратқа түсіріп, ақынның өмірімен танысты, бір жағынан сауаттылықтарын көтерді. Тілдерді оқыту орталығының басшысы Нұргүл Искакова диктанттың барысын қадағалап, жалпы халықтық шараның сәтті өтуіне жағдай жасады. Мағжан 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Атасы Жұмабай қажы, әкесі Бекен, анасы Гүлсім. 4 жасынан бастап шығыс тілдері мен әдебиетін оқуға кіріседі. Қызылжардағы Бегішев медресесінде мұсылмандық орта білім алып жүріп, араб, парсы және түрік тілдерін оқиды. Биыл Мағжан Жұмабай Бекенұлына 130 жыл толып отыр. Бұл қазақ елі үшін айтулы мереке. Осындай қазақ үшін еңбек еткен зиялы қауым өкілінің мерейтойы ерекше деңгейде аталып өтілді. Ақынның мерейтойы солтүстік Қазақстан облысында тойланды. Сонымен қатар ақын туралы "Мен жастарға сенемін" тарихи драмасы Қазақстан ұлттық арнасында жарық көрді. Әбіл Мағжан өмірінің әр сәтін білім мен ғылымға арнады. Жастарымыздың білімді болуын қалап үміт артты. Атамыз жастарға зор сеніммен қарады. Біз сол сенімді ақтауымыз керек. 7 қыркүйек күні аудан мәдениет үйінде тілдерді оқыту орталығының ұйымдастыруымен Ахмет Байтұрсынұлының туған күні мен тілдердің 10 күндігіне орай тыңдаушылар арасында дөңгелек үстел өткізілді. Оған орталық басшысы Нұргүл Искакова қатысып, шараға қатысушыларды құттықтады. Шара соңында дөңгелек үстелге қатысушылар орталық директорының қолынан алғыс хат пен сыйлықтарға ие болды.